Сәлем, менің сүйкімді досым. Қалың қалай? Керемет пе? Өте жақсы. Ал бүгін мен саған әдемі бір мультфильм дайындап қойдым. Ол қандай мультфильм деп ойлайсың? Қане тауып көрші. Қандай мультфильм болуы мүмкін? Таппадың ба? Жақсы онда, өзім айтайын. Ол мультфильм мейірімділік пен достық жайлы. Білесің бе? Мейірімді болу деген біреуге көмектесу, жақсы сөз айту және жүрегіңмен жылы сезім сыйлау. Кейде сенің кішкентай ғана біреуге жасаған жақсылығың ол адамның өміріне үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Ал дәл қазір көретін мультфильмде де бақа осылай гүлге көмектесіп, өзіне жаңа достар табады. Ал көрейік пе? Мен тезірек көргім келіп отыр. Сен де асығып тосып отырсың ба? Ал жақсы, онда мультфильм көрейік. Қане экранға жақында, мультфильм қазір басталады. Жасыл шалғында бір мейірімді бақа өмір сүріпті. Ол секіріп жүріп, бір сәт аспанға қарап, қандай әдемі аспан деп ойлайды. Кенет аспанда жарық жұлдыз пайда болады. Сен кімсің? Дейді бақа. Сәлем бақа, мен достық пен мейірімнің жұлдызымын. Анау шалғында бір кішкентай гүл солып тұр. Оған қамқорлық керек, дейді жұлдыз. Бақа гүлдің жанына келіп, оған су құя бастайды. Суға шөлі қанған гүл жайлап ашыла бастайды. Оны көрген жұлдыз одан сайын жарқырай түседі. Бақаның жанына кішкентай құс келеді. Рахмет саған бақа, үлкен жақсылық жасадың, дейді. Күн батып келеді. Жұлдыз аспанға көтеріліп, бақаға рахметін жаудырып, одан сайын жарқырай түседі. Мен сенің аспандағы досың боламын, дейді жұлдыз. Бақа болса, жаңа досына қуанып, қолын бұлғап қала береді. Міне балақай, біз кішкентай бақаның мультфильмін көрдік. Ол не істеді? Ол гүлге көмектесті, жақсы сөз айтты. Соның нәтижесінде ол өзіне жаңа достар тапты. Көрдің бе, мейірімді болу үшін үлкен күш қажет емес екен. Жай ғана көмектесу, күлімдеу және бөлісу жеткілікті екен. Сонда біздің жүрегіміз де, айналадағы әлеміміз де әдемірек бола түседі. Есіңе мұны жақсылап сақтап ал. Мейірімді жүрек әлемді жақсартады. Ал балақай, бүгінгі мультфильм саған ұнады деген ойдамын. Ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жарай ма? Ал жақсы, келесі ертегіде кездескенше сау бол.